Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің құрметті оқырмандарым, көрермендерім, мен бүгін сіздермен өзімнің алғаш рет жасаған цифра тортымның рецептімен бөліскім келіп отыр. Және бұл Whoopie Pie сливкисіз, яғни бюджетный креммен дайындалады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Барлықтарыңызға пайдалы болуы сөзсіз. Тортымыз үшін бізге қант, сливочный сары май, какао, шоколад және 5 жұмыртқа, ұн керек. Алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Мұқият қараңыздар видеоны және барлығын мен көрсеткендей етіп жасасаңыздар, сіздерде де дәл сол мөлшер шығады. Енді қантымызды саламыз. Барлығының мөлшерін описание бөліміне қалдырып кетемін. Міндетті түрде қарап және өлшеммен жасаңыздар. Өлшеммен жасасаңыздар өте дәмді шығады және барлығы да идеальны шығады. Осылай сливочный майымыз бен шоколадымызды буланған суға, яғни водяной баня дейді, соған ертіп аламыз. Міндетті түрде су қайнап тұруы керек. Осылай жайлап ериді және қасықтың көмегімен араластырып аламыз. И жаңағы массамызға қосамыз. Осылай шоколадный болып қалады. Сіздер егер шоколадты көбірек қаласаңыздар, оған көбірек қосуға болады. Маған осы жеткілікті болды. Егер қатты қою Қазақстан шоколад, например, сондай қоссаңыздар, қап-қара болып өте әдемі болып шығады. Осылай шығады, крем сияқты болып, және үстіне ұнымызды саламыз. Алдымен ұнға какаоны және қосқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай дайындап алғаннан кейін ұнымызды салып, қамырымызды дайындаймыз. Қатты қою болудың қажеті жоқ. Видеода көрсеткенмін, шамалы ғана қоюлау болады. Осылай барлығын араластырып салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп шығамыз. Ұнды осылай бөліп салсаңыздар да болады. Өйткені бірден салсаңыздар қатты қою болып қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп аз-аздан салуға кеңес беремін. Осылай миксерлеп аламыз, жақсылап. Құрметті көрермендер, сіздерге видео пайдалы болып жатса, егер тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, комментарий қалдырып, лайк басуыңызды сұраймын. Мінеки қамырымыз дайын болды. Біз енді печкамызды 250 градуста немесе 200 градуста қыздырып алып, және осындай пергаменттің бетіне пістейтін санымызды сызып алуымыз керек. Мен 2 санына істеп жатырмын. Осылай ручкамен сызып аламыз. Барлық форманы дайындап, дайын формаларыңыз жоқ болған жағдайда осылай сызуға кеңес беремін. Ал егер де дайын формаңыз бар болса, сонымен жасаған қайда жақсырақ. Осылай барлығын жағып шығамыз қамырымыздың. Қамырдың бір қызығы ол мүлде жабыспайтын болып, сондай күйде дайын болады. Өйткені біз оған май қостық қой, сондықтан ол онша қолға да жабыспайды және салып атқан ыдысымызға да еш нәрсеге жабыспай шығады. Осылай қызып тұрған печкамызға салып, 10-15 минутта пісіріп шығамыз. Піскен мінеки тесталарымыз дайын болды. Менде 4-еу шықты. Дәл осы мөлшермен жасасаңыз, сізде де 4-еу шығады. Және осындай 72% кез келген сармайды қолдансаңыздар болады. Маған осы шықты. Магазинге барсам, содан кейін осыны алдым. Және осындай сгущенкамен майды осылай бөлме температурасында бірінші қойып қоямыз. Және осылай миксердің көмегімен миксерлеп, үстіне сгущенканы құйып, және аз-аздан құйып бастаймыз. Сонымен қою қалыпқа келеді. Осындай 72% маймен дайындасақ, креміміз қаттылау болып шығады, еріп кетпейтін болып. Менде солай шықты. Енді холодильникте тұрғаннан кейін ол формасын бермейді. Осылай құйып аламыз, барлығын реттеп. Мінеки бізде крем қалпына келе бастады. Қорықпаңыздар, майлы болып кетеді деп, дымда майдың дәмі сезілмейді, өте дәмді шығады. Бірақ міндетті түрде ұмытпаңыздар, 72% май болуы керек. Міндетті түрде одан төмені болмайды. Егер сливкимен жасағыларыңыз келсе, онда 33-34% сливки жарайды. Міне креміміз дайын. Енді осындай кондитерский мешокқа кремімізді орналастырып аламыз. Ішіне салып барлығын. Көптен салып жүрмеңіздер, кремді сыққан кезде төбесіне шығып кетуі мүмкін. Аз-аздан салып жасаймыз мұқияттықпен, өте шыдамдылықпен жасау керек. Себебі бір жасағаннан шықпай қалса, көңіл күйіңіз түсіп жүрмесін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Пакетиктің ұшын қайшымен қырқып аламыз. Мен осылай насадка қолдандым.
насадкілеріңіз бар болса сіздер де қолдансаңыздар болады. Сол кезде өте әдемі шығады. Мен домалағын емес, осындай ерек-ерегін қолдандым, шамалы сәнділеу болып шықсын деп. Осылай бірінің шетіне бірін құйып шыға береміз. Міне біздің тортымыз дайын болып қалды. Енді бетін оформление жасаймыз. Жаңағыдай водяной баняда шоколадты кішкене сармаймен ерітіп аламыз. Осылай бетіне құйып шығамыз. Қазір менде ыстықтау болып тұр. Құйып алғаннан кейін 5 минутқа холодильникке салып аламыз. Сонда шоколады қатып өте әдемі болады. Және бетіне қойған жемістеріңізге де, креміңізге де кедергісін келтірмейді. Осылай барлығын ретімен жағып шығамыз. Өте дәмді көрінеді. Балаларыңызға жасап берсеңіздер сүйсініп жейді. Және қолжетімді заттармен барлығы да. Сіздерге видеом ұнап жатса, каналдың дамуына үлес қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менен қандай рецепт шықса, сол сіздерге келіп тұратын болады. Осылай тортымызды дайындап аламыз. Ал бетін сәндегілеріңіз келсе, өз қалауларыңыз шықса, сәндей берсеңіздер болады. Мен жеміс-жидектерді пайдаландым. Мендегі бары сол болды. Ал сіздер бетіне жазу жазсаңыздар да болады, немесе креммен сәндесеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Міне осылай шықты менің оформлением. Бағаларыңызды беріп кетіңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Алдын ала рахмет.